Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз мұсылман халқы үшін өте пайдалы жеміс құрма туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгінге дейін құрманың дәнін жарамсыз деп тастап жүрдік. Ал араб халқы тастамай ауыздарына салып ұзақ ұстап жүреді екен. Немесе пайдасы өте зор сусын дайындап ішеді. Дәл қазір құрма мен оның дәнінен керемет сусын дайындап көрсететін боламын. Құрма ер адам мен әйел адамдарға да өте пайдалы. Құрма онкологиялық туберкулездік ауруларда қолданылады, май қызметін реттейді. Арықтағысы кеп жүрген адам болса, тәттіден бас тарта алмай жүрсе, кәмпит орнына құрманы пайдаланса болады. Құрманың 10 түйірі магний, мыс, күкірттің тәуліктік мөлшерін реттейді. Қан қысымы бар адамдарға өте пайдалы. Қан тамыры тарылуын тежейді. Құрманың құрамында А, Е, В дәрумендері бар. Алмадағы темірден 2 есесі құрмада болады. Қаны аз адамдарда құрма өте пайдалы. Жесеңіздер болады. Құрманың құрамында тиамин көп болғандықтан адамдарды арықтатады. Әсіресе жарақат болған кезде тез жазылады. Егерде күрішпен пісіріп жейтін болсаңыз, онда семіртеді. Жас босанған аналарда таптырмас жеміс, омырау сүтін көбейтеді. Құрманың құрамында ешқандай бактерия болмайды. Онкологиялық ауруларға өте пайдалы. Құрманың құрамында 10 түрлі элемент бар. Бір құрма мен бір стакан сүт бір тәулік бойы адамға азық болады. Құрма көз жанарына өте пайдалы, А дәрумені өте көп. Егер сергек әрі деніңіз сау, мықты өмір сүргіңіз келсе, онда күніне 5 құрмадан жеп тұрғаныңыз дұрыс. Мұсылманның ең үлкен мерекесі ораза айт мерекесінде құрманың маңызы өте зор. Дастарханымызда жоғарғы деңгейде тұрады. Құрманың денсаулыққа пайдасы өте зор. Ендігі кезекте маған қажетті дәл осы 7 құрмадан етті бөлігі мен дәнін 2 бөлек ажыратып алатын боламыз. Етті бөлігіне сүт қосып, ал дәніне су қосып қайнатамыз. Құрмадан жасалған сусындар асқазан ішек ауруларында, асқазан обырына өте пайдалы. Қан құрамында холестеринді төмендетеді. Жүрек қан тамыр жүйесін жақсартады, қартаюды тежейді. Егерде сізде кофе ұнтақтағыш болса, онда дәнегін ұнтақтап алсаңыздар болады. Ал егер болмаса, дәл осы күйінше пайдаланыңыздар. Достар, менің осы видеом пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен менің рецептіммен бөліссеңіздер болады. Ол мен үшін өте маңызды. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Мінекей достар, екеуін 2 бөлек ажыратып алдық. Ендігі кезекте етті бөлігін сүтке қосамыз, ал дәнегін суға қосатын боламыз. Және де сүтті бөлігін 30 минут, ал дәнегін 45 минут қайнатып алатын боламыз. Достар, мені арнамда көп деген пайдалы ақпараттар бар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Мен сіздермен пайдалы ақпараттармен, пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей дәл осылайша қайнатып алдық. 45 минут қайнағаннан кейін мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәнегінен қызыл түсті сусын пайда болды. Ұзақ қайнаған соң дәндегі барлық витамин суға беріледі де сусынның түсі қызарады. Қантсыз, бояусыз әдемі түске енеді. Сүт қосылған қоспа ішек құртты жояды, асқазан мен бауырды тазалайды, бүйрекке күш береді. Жөтел мен туберкулезге пайдасы өте зор. Жас босанған әйелге сүтті нәрлендіреді, және де шаш түзуін тежейді. Жас босанған әйел денсаулығын нығайтуына құрманың пайдасы өте зор. Су қосылған дәмді сусын суық тигенде, әлсірегенде көмектеседі, шаршауды басады, қанды нәрлендіреді, қышқылдық деңгейді төмендетеді, еркектік қауқарды күшейтеді, тонусты арттырады. Әсіресе экологиялық нашар аудандарда қолданған дұрыс, денсаулыққа өте пайдалы.
денсаулықтың жақсаруына әсері зор. Сүтті сусынды бір мезгіл, ал дәнінен жасалған сусынды 2-3 бөлікке бөле отырып қолдансаңыздар болады. Мен сіздермен осылай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналымда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы сусындарды сіз де дайындап ішіп жүріңіз. Денсаулығыңыздың жақсаруына өз үлесіңізді қосыңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.